Елімізде зейнетке шығу жасы мен еңбек стажына қатысты талаптар жыл сайын өзгеріп отырады. Біреулер зейнеткерлік жасқа жеткенде дайындық жоқтығынан ақша жоғалтады. Осы бейнероликті соңына дейін көрсеңіз, мұндай қателіктен аман боласыз. Менің атым Әділ Жақсыбеков. Мен Қазақстан Республикасының әлеуметтік құқық саласындағы заңгермін. Тәжірибем 20 жылдан асты. Бүгін зейнетке шығу жасы мен стаж талаптары туралы нақты және түсінікті тілде айтамын. Негізгі заңнамадан бастайық. Зейнеткерлік жасты Қазақстан Республикасының әлеуметтік кодексі белгілейді. Осы кодекстің 207 бабына сәйкес 2026 жылы зейнетке шығу жасы ерлер үшін 63 жас болып қалады. Әйелдер үшін жағдай басқаша. 2026 жылы әйелдің зейнетке шығу жасы 61 белгі 5 жасты құрайды. Бұл кезеңдік ұлғайтудың бір сатысы. 2027 жылға дейін әйелдердің зейнетке шығу жасы 6 айда бір рет көбейіп, 2031 жылы 63 жасқа жетеді. Кезеңдік кесте мынадай. 2023 жылғы 1 қаңтардан бастап 61 жас. 2028 жылғы 1 қаңтардан бастап 61 белгі 5 жас. 2029 жылғы 1 қаңтардан бастап 62 жас. 2030 жылғы 1 қаңтардан бастап 62 еті 5 жас. 2031 жылғы 1 қаңтардан бастап 63 жас. Бұл туыстарыңызда осы жаста болса, оларды хабардар етіңіз. Ерте зейнетке шығу мүмкіндіктері. Жалпы зейнеткерлік жастан бұрын зейнетке шығуға болатын арнайы санаттар бар. Бірінші санат. Зиянды және ауыр еңбек жағдайларында жұмыс істегендер. Қазақстан Республикасының 1999 жылғы 13 шілдедегі номер 414 жер асты және ашық кен жұмыстарында ерекше зиянды және ерекше ауыр еңбек жағдайларындағы жұмыстарда, немесе зиянды және ауыр еңбек жағдайларындағы жұмыстарда еңбек еткен адамдарға мемлекеттік арнайы жәрдемақы туралы заңы бойынша тізім номер 1 мен номер 2 бойынша жұмыс стажы бар азаматтар ерте зейнетке шыға алады. Бұл тау-кен жұмыстарында, химия өнеркәсібінде, металлургияда жұмыс істегендер. Егер сізде мұндай стаж болса, БЖЗК-ға немесе ХКО-ға барып, мүмкіндіктеріңізді анықтаңыз. Екінші санат. 5 немесе одан да көп баланы 8 жасқа толғанша тәрбиелеген аналар. Олар ерте зейнетке шығуға өтініш бере алады. Енді БЖЗК жинақтар туралы. Зейнеткерлік жасқа жеткен соң, БЖЗК-дан зейнетақы алу үшін ең төменгі жеткіліктілік шегі бар. Бұл белгілі бір зейнеткерлік жасқа жеткенде ең төменгі зейнетақы деңгейіне кепілдік беретін жеке зейнетақы шотындағы міндетті қалдық. 2026 жылы бұл шектер орташа есеппен 10%-ға өсті. Мысалы, 40 жастағы адам үшін шек 6,72 миллион теңгені құрайды. Жинақтарыңыз осы шектен асып кетсе, бір қатар ақшаны зейнетке шығар алдында тұрғын үйге немесе емдеуге жұмсауға өтініш бере аласыз. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына жинақтарыңызды қалай тексеруге болады? ENPF KZ сайтына кіріңіз немесе БЖЗК мобильді қосымшасын жүктеп алыңыз. Жеке кабинетте сіздің барлық жинақтарыңыз, жарналар тарихы және болжамды зейнетақы мөлшері көрсетіледі. Сондай-ақ 800 080 1818 нөміріне кебін қоңырау шала аласыз. Бұл БЖЗК байланыс орталығының кебін желісі. Жұмыс беруші сізге дұрыс жарна аударды ма, соны тексеріп алыңыз. Өкінішке орай, жарнаны толық аудармаған жұмыс берушілер кездеседі, бірақ ол туралы зейнеткер болғанша білмейсіз.
Жинақтары аз болса не істеу керек? Зейнеткерлік жасқа жеткенде БЖЗК жинақтары жеткіліксіз болса, мемлекет базалық мемлекеттік зейнетақы төлемі арқылы қолдайды. Бұл 2026 жылы кем дегенде 35.596 теңгені құрайды. Жинақтар мен есептік зейнетақы қосылып, жалпы сома ең төменгі зейнетақыдан 69.049 теңгеден аз болса, мемлекет айырмашылықты толтырады. Бұл сіздің конституциялық құқығыңыз. Маңызды ескерту. Зейнеткерлік жасқа жетер алдында кем дегенде 1 жыл бұрын ХКО-ға немесе БЖЗК-ға барып, болашақ зейнетақыңызды алдын ала есептетіп алған дұрыс. Кейде адамдар тек зейнетке шыққан кезде ғана есептеудегі қатетелерді байқайды. Ал бұл уақытты жоғалтуды білдіреді. Қорытынды. Ерлер үшін зейнетке шығу жасы 64 жас, әйелдер үшін 2026 жылы 61 беріме жас. Ал 2031 жылға дейін кезеңдік ұлғайту жалғасады. Зиянды кәсіпте жұмыс істегендер мен 5 немесе одан да көп баланы тәрбиелеген аналар ерте зейнетке шыға алады. Жинақтарыңызды NPF KZ арқылы тексеріңіз. Зейнетке шығар алдында 1 жыл бұрын болашақ зейнетақыны есептетіп алыңыз. Барлық сұрақ бойынша БЖЗК-ның 8-800-080-18-18 тегін желісіне хабарласыңыз. Бұл бейнеролик пайдалы болса, достарыңыз бен туыстарыңызбен бөлісіңіз. Пікірлеріңізде сұрақ қалдырыңыз, мен жауап беремін.